Қыздар сәлем. Мінекей сіздердің алдарыңызда менің кезекті жаңа жұмысым. Әдемі осындай кеудеше. Дайын тоқыған кеудешемді толықтай көрсетіп, сипаттама беріп, осы жерде влог түсіремін, және де тоқыма тоқудың кері әсерлері жайында 10 түрін айтып өтетін боламын. Өзім осы уақытқа дейін түйіп алған, сондықтан влогты соңына дейін қарап, лүпіл басып, тоқымашы қыздармен бөлісіп, пікір қалдырып отыруды да ұмытпаңыз. Тоқымашы қыздар, бір-бірімізді осылай қолдап жүрейік. Бір-бірімізге шабыт сыйлап, әдемі сөздерімізді айтудан ешқашан жалықпайық, иә? Барлықтарыңызға сәттілік, тамаша көрініс тілеймін. Бұл тапсырысқа тоқылды, мектеп оқушысына арналып, осындай 2 түстен. Сіздерге енді бүгін осы тоқыған жұмысымды көрсетіп, қанша жіп кетті, қандай нөмірлі бізбен тоқыдым, соның барлығын осы жерде ақпарат ретінде сіздерге айтып өтемін деп шештім. Тоқитын қыздар үшін осы жерде қажетті ақпаратты осы кеудешеге байланысты ала алады, және де аздаған болсын шабыт сыйлайын деген мақсатта. Мінекей мына жерде әдемі зат белгісі қойылды, гүлім тоқиды деген. Менің жұмыстарымның барлығын Instagram парақшамнан қарай аласыздар. Фотолары сол жерде салынады. Дайын жұмыстардың. Бұл кеудеше жалпы оверсайз ретінде 5, 6, 7, 8 оқитын сыныптағы қыздарға келе береді. Қазір қыздардың барлығы кең оверсайз үлгіде кигенді жақсы көреді, иә? Бұл 7-ші сыныпта оқитын қызға арналып тоқылды. Бұл кеудешені тоқуға кеткен жіп мінекей экранда өздеріңіз көріп тұрсыздар. 2 қабатталып тоқылды. Бұл жерде бір түсті тоқылса 2 қабатталып жіп. Мына жерде осы жіптерді, мына жердегі қызғылт түсті жіптен және қара түсті жіпті екеуін бірге қосып тоқыдым. 90 ілмектері алынды және де 4-ші нөмірлі ине бізбен тоқылды. Бұл жерде мен ешқандай бізді кішірейткен жоқпын, сол 4-ші нөмірлі ине бізбен тоқи бердім. Одан кейін мына жерде қолтығына дейін 28 қатар тоқылды. Одан кейін қыздар қарасаңыздар, 2 жақ қолтық жағында қысқартулар болды. Осы мына жердегі қысқартулар біткеннен кейін барып, мына жерде алдынан да В сияқты осылай үшбұрышты қылып, әдемі алдыңғы қысқартуларды да жасады. Мінекей 2 жақ шетінен көрініп тұрғандай. Мына жердегі оюды қарасаңыздар, мен қарлығаш оюы. Бұл қарлығаш оюды мен тоқымадым, артынан кестелеп үстінен осындай қара жіппен әдемілеп осылай жасады оюды. Бұл жердегі оюдың мына жерде ала болып, мына жерде қызғылт жіптің көрініп тұруы, ол сол жоспар бойынша солай жасалуы керек болды. Өйткені жағасы солай 2 түсті жіппен ала болып тоқылды. Мына жерде қара түсті болса, бұл жерде бірыңғай 2-ші түсті жіпті көрсетпей қап-қара ою салынушы еді. Осы қыздар мінекей жоспар бойынша осылай кеудешеміз тоқылды. Алдыңғы артқы бөліктері жеке-жеке тоқылды. Бірінші алдыңғы бөлігін тоқып дайындап алдым. Одан кейін артқы бөлігін тоқыдым. Қазір артқы жағын көрсетем. Біздің өлшемін ешқандай өзгертпедім, кішірейтіп, сол 4-ші нөмірлі ине бізбен жағасынан шетінен ілмектерді көтеріп алып, осылай бір оң бір теріс резеңке қылып, жағасын әдемілеп тоқып шықтым. Одан кейін 2 жеңіне тура солай қайталап, бұл жерде 13 қатардан, одан кейін ең соңында мына жерде инемен әдемілеп мінекей тура фабрикадағыдай қылып жауып шықтым. Жеңіде тура солай тоқылды. Жіптің кеткен саны қара жіптен 2 орам кетті, ал мына қызғылт түсті жіптен 6 жіптей 5,5 жіп кетті, 6 жіп толық қолданылды деп есептеледі ғой. Осындай әдемі кеудешеміз дайын болды мінекей. Енді өзінің иесіне киетін қыз балаға ұнайды деген ойдамын. Бұл жерде түрлі жейделермен үйлестіріп кие беруге болады, иә. Ақ жейде, қара жейде,
және де белдемшемен және шалбармен де кие беруге болады. Бастысы бұл жерде осындай әдемі ою болсын деген, үлкен емес, осылай кеуде жағында кішігірім ою жасап берсеңіз деп айтқан болады. Мінекей әдемі оюы салынды. Мінекей қыздар, артқы жағы теп-тегіс осындай біркелкі болып тоқылды. Артқы жағында ешқандай артық ою ештеңке салуға ұсыныс айтпады, сондықтан осылай біркелкі қызғылт түсті жіппен тоқып шықты. Мінекей мына жердегі жаға жақтары барлығы әдемі біркелкі орындалды. Артық ештеңе жоқ. Мінекей жеңі. Бұл кеудешені тоқуға менде 2 күн уақытым кетті толықтай. Қыздар, мен сіздерге айттым ғой, мына жердегі оюы бірге тоқылмаған, үстінен кестеленді деп. Көпшілік қыздар білетін шығар, үстінен қалай кестелеу керек екенін. Енді тоқитын қыздар болса, мүмкін білмеулеріңіз мүмкін. Егер осы техника сіздерді қызықтыратын болса, пікір қалдыратын жерге қалдырып кетсеңіз болады. Кестелеп ою тоқуды үйретіңізші деп. Мен бір келесі осындай жұмыстар тағы да тапсырыс болып жатса, міндетті түрде сіздерге осындай кестелеп ою тоқудың жолын, техникасын көрсететін боламын шеберлік сабақ ретінде. Тоқыма тоқу шығармашылық әрі пайдалы іс, бірақ оның кейбір жағымсыз жақтары да бар. Біріншіден, уақытты көп алады. Үлкен жобаларды аяқтау үшін бірнеше күн, тіпті апта қажет болуы мүмкін. Екіншіден, денсаулыққа кері әсері. Яғни, ұзақ уақыт бойы тоқу арқадағы, мойын мен қолдағы бұлшық еттерге жүктеме түсіреді, ал көзге де ауырлық береді. Үшіншіден, мінсіздікке ұмтылу. Қателер жиі орын алып, оларды түзетуге уақыт кетеді. Бұл кейде күйзеліс тудыруы мүмкін. Төртіншіден, материалдардың қымбаттығы. Жоғары сапалы жіптер мен құралдар айтарлықтай қымбат болып келеді. Бұған кез келген адамның қолы жете бермейтіндігі белгілі. Бесіншіден, ұсақ детальдармен жұмыс. Әсіресе күрделі өрнектер тоқитын кезде ұсақ жұмыс адамды шаршатуы мүмкін. Алтыншыдан, тәуелділік. Тоқыма кейде хобби болудан шығып, тәуелділікке айналады. Басқа маңызды істерге уақыт қалмай қалады. Тек қана үнемі тоқумен ғана айналысып, ойыңыздан сол жұмысты аяқтағанға дейін кетпеуі мүмкін. Бұл да бір жағынан дұрыс емес. Жетіншіден, тазалық мәселесі. Жіптер үйге шаң жинайды. Ал жүннен жасалған жіптер кейбір адамдардың аллергиясын тудыруы мүмкін. Сондықтан жіптерді көбінесе жабық жәшіктерде немесе өзінің арнайы полиэтилен пакетінде сақтаған дұрыс. Сегізіншіден, қайталанбалы қозғалыстар. Яғни, қолдың шаршауына, кейде карпальды туннел синдромына әкелуі мүмкін. Тоғызыншыдан, күрделі жобалардан қорқу. Кейде жаңадан бастаушыларға қиын үлгілерді игеру мүмкін емес болып көрініп, мотивацияны төмендетеді. 10-шы, тоқыған жұмыстың дұрыс бағаланбауы. Кейде тоқылған бұйымды басқалар лайықты бағаламайды. Бұл тоқымашының көңіл күйін түсіретіндігі белгілі. Мінекей қыздар, біздің көңіл күйімізге жалпы тоқыманың әсер ететін кері жақтары осылар деп мен өзім жинақтастырдым. Дегенмен де бұл қиындықтарды жеңуге болады, ал тоқу өнері өзіңді шығармашылық тұрғыдан көрсетудің керемет жолы болып
қала береді. Назар салып тыңдағандарыңызға, қарағандарыңызға алғысым шексіз. Сіздерге үлкен рахмет. Менің WhatsApp-ыма, Instagram парақшама өздеріңіздің менімен бірге тоқып, дайын болған жұмыстарыңызды жіберіп, кері байланыс жасап жататын қыздарға алғысым шексіз. Сіздерге барлық сәттілікті, жақсылықты тілеймін. Отбасыларыңызда тек қана жақсылық болсын. Әрбір шаңырақта бақыт туы желбіресін. Келесі блогтарда, шеберлік сабақтарда қосылғанша сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Гүлі Мәшім.